Ұлы даланың шығыс аймағындағы малшылар мәдениеті мыс, қола және ерте темір дәуірі мысалында. Осы табылған мәдениеттер топтастыратын болсақ, ол бізде Афанасьев, Қарасұқ мәдениеті, ұйық мәдениеті, тағар және пазырық мәдениеттері. Бұлар осы орталық Азиядағы өзіндік орын қалдырған малшылардың мәдениеті деп айтылып жүр. Енді біз осы аталған мәдениетпен жеке танысатын боламыз. Афанасьев мәдениеті. Таралу аймағы Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Сібір даласы. Шаруашылығы қандай болды? Мал бағу, металл өңдеу және егіншілікпен айналысты. Жерлеу түрі қайтыс болған адамды қорғанға жерледі. Бұл бізде Афанасьев мәдениетіне тән ақпараттар. Енді біз осы Афанасьев мәдениетінің таралу аймағын карта бойынша қарастырайық. Мына бізде қызыл белгімен берілген бұл Афанасьев мәдениетінің таралу аймағы. Көріп отырмыз. Мынау бізде Қазақстанның жері, Каспийді көріп отырсыңдар, Арал теңізі, мынау бізде Балқаш көлі. Балқаштың солтүстігінде, солтүстік шығысында, Шығыс Қазақстанда, Таулы Алтай аймағында орналасқан. Яғни бұл шығыстағы үлкен мәдениеттің бірі болып табылады. Қарасұқ мәдениеті. Мерзімі біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың соңы, яғни бұл қола дәуіріне сәйкес келеді. Таралу аймағы Оңтүстік Сібір және Шығыс Қазақстан. Ерекшелігі қорғандық жерлеу болмады. Яғни адамды жерлеген кезде қорымдарын тас, жәшік секілді жұқа тастан қалады. Оның үстіне тақта тас төсейді және оның үстіне топырақты үйеді. Соған байланысты Қарасұқ мәдениетін кейде тақта тас қабір мәдениеті деп атап жүр. Енді біз бұл Қарасұқ мәдениетінің орналасқан жерін карта бойынша қарайық. Мына жерде біз көріп отырмыз. Мына бізде Балқаш көлі болатын болса, міне солтүстігінде арнайы шартты белгімен берілген бұл осы Қарасұқ мәдениетін таралу аймағы. Ұйық мәдениеті. Мерзімі ерте темір дәуірі. Таралу аймағы Тува, Шығыс Алтай, солтүстік батыс Моңғолия жерін таралған екен. Қорымдары 1-ші Аржан, 5-ші Аржан және 2-ші Аржан. Мына карта бойынша бүлгін түспемізде берілген, міне арнайы қоршап көрсетіп жатырмыз. Бұл бізде ұйық мәдениетінің таралу аймағы. Тағар мәдениеті. Мерзімі ерте темір дәуірі. Таралу аймағы Оңтүстік Сібір даласы. Ерекшелігі бұл мәдениеттен петроглифтер табылды. Жерлеу дәстүрінде, яғни жылқылар мен ат әбзелдері кездеспейді. Ұйық мәдениетінің солтүстігінде жасыл түспен бізде берілген, ол осы тағар мәдениетінің карта бойынша орналасуы. Пазырық мәдениеті. Мерзімі ерте темір дәуірі. Таралу аймағы Таулы Алтай және Шығыс Қазақстан. Шаруашылығы мал шаруашылығымен айналысты. Жерлеу дәстүрі, оның ең басты ерекшелігі, мәңгілік тоң жағдайында адам мумиялар жақсы сақталынған. Ұйық мәдениетінің батыс жағында, біздің Қазақстанның солтүстік шығыс жағында қызыл бояумен бізде берілген. Ол бізде пазырық мәдениетінің орналасу аймағын біз көріп отырмыз. Таза Багияптық. Оның орналасқан жері Хорезмде, біздің заманымыздан бұрынғы 15-11 ғасырларда пайда болған андрондық мәдениет. Келесі бізде Вақш мәдениеті. Бұл маргиандықтардың Тәжікстан тауларына бейімделуі нәтижесінде пайда болған. Маргиандықтар бұл бізде алдында айтқан болатынымыз Маргуш деген үлкен бір мәдениеттің ежелгі ошағы болды. Сол Тәжікстан жеріне қарай келіп, Тәжікстан жерінде Вақш мәдениетінің негізін қалады. Келесі Сапали мәдениеті. Бұл Өзбекстан жерінде пайда болған мәдениет. Сарғат мәдениеті. Венгрлердің ата бабалары угорлар ұстанған мәдениет.